Әсерлі әңгімелер. Таңғы сағат 4 шамасы. Тәтті ұйқыда жатқан Аяны ұялы телефонның шырылы оятып жіберді. Ая ұйқылы ояу көзбен тұтқанын көтерді. Алло, сәлем жаным. Бұл Аяның сүйіктісі болатын. Таңғы сағат 4, бұдан хабарың бар ма? Я, Ая, даусы қорқынышты естілді. Я жаным, не болды? Бәрі жақсы ма? Даусыңа не болды? Ая қорқып кетті. Ұйқысы шайдай ашылды. Жоқ, жаман. Мені кешір, мен өз бақытымды таптым. Ертең бұйырса оны алып қашамын. Өз бақытыма үйленгім келеді. Ашуланбашы. Не дедің? Ашуланба? Қалайша? Я түсінем, 3 жыл жүрдік. Мені сүйесің, я? Не айтарымды да білмеймін. Ая, не? Тағы не айтайын деп отырсың? Мүмкін сол бақытыңның аяғы ауыр шығар. Жоқ, балаларың да бар ма? Нешеу? 2 ма? Ая қатты ашуланды. Әрине, ашуланады. Ол Мансұрды сүйеді ғой. Оған тұрмысқа шығуға дайын боладың. Осы жігітті шын сүйіп, оған 3 жыл уақытын сарп етті емес па? Ал мына жаңалық. Ая жүрегі қан жыласа да тек ашуланып тұрған адам кейпінде қалды. Не деп тұрсың, Ая? Қайдағы бала? Ая түсінем әрине. Енді солай болып қалды. Жақсы, қош бол. Қайырлы түн. Немесе қайырлы таң. Мансұр, шынымен де? Я, жоқ. Аяның даусы жай шықты. Бұл шындық, Ая. Мен өз бақытымды таптым, түсінуге болады ғой мені. Мен бақытымды ертең алып қашамын. Бақытта. Көзіне келген жасты өңешіне тығылған өксікті ішіне тығып тұрып. Бол, я, бақытты бол. Осы таңды Ая көз жаспен қарсы алды. Ол өзін сабырға шақырып, Мансұр енді мен үшін жат. Бұл өмірде тек сол ғана менің жүрегімді жаулаған ба? Жоқ, мен әлі ондай Мансұрдың маңын табам. Ол осылай дым білмегендей оқуына барды. Жүзі жадырап, күлімсіреп тұрса да жан дүниесі алай-дүлей. Ая университеттен шыққан соң құрбыларымен қоштасып үйіне қайтты. Жолда келе жатқан кезде кенеттен бейтаныс машинадан 3 зіңгіттей жігіт түсіп, Аяның қарсылығына қарамастан машиналарына оп-оңай салып алды. Бір үйге әкелді. Ал бір әже Аяның басына орамал жаба салды. Түкке түсінбеген бейшара қыз жылай берді. Шымылдық ілінген бөлмеге әкеліп отырғызып кетті. Қорқыныш тұла бойын биледі. Не болып жатыр? Мен үйге қайтқым келеді, деді даусы дірілдеген Ая. Ал оған бір әйел. Жоқ, қалқам, сен осында қаласың. Ақ орамалың құтты болсын, деді де шығып кетті. Бөлмеде адам да жоқ. Жақсы болды. Соткам қайда, соткам? Ая ұялы телефонын алып дереу сүйіктісіне соқты. Алло, Ая, қалайсың? Мансұр мені алып қашып кетті, мен алып кетші. Қорқып отырмын. Өксіп жылап жіберді. Әзілдеп отырмысың? Ая, тыңдашы енді, кеш. Мен өз бақытымды алып үйімде отырмын. Сен қандай ойын ұйымдастырса да мейлі, енді бәрі кеш, деп ашуланғандай болды сүйгені. Жоқ, сен мені түсінбедің. Мені шынында да алып қашып кетті. Өтінемін, сенші маған. Қорқып отырмын, мен мұнда қалғым келмейді. Ая қатты жылады, жалынды. Мансұр алып кет мені. Мансұр, естіп тұрсың ба? Алло, Мансұр. Тұтқаны қойып тастапты. Мансұр тұтқаны қойып тастағанына 5-10 минут болды. Сол уақыт арасында қолы жіпсіз байланған Ая әлі де жылап отырған еді. Соткасына SMS хат келді. Жалма-жан соткасын алып хатты ашып қарады. Мен өз бақыттымын, сен өз бақытыңмен бақытты болайық. Ая не істерін білмей сасқалақтап қалды. 1 минут ішінде басында неше түрлі ойлар жүрді. Жоқ, бұл менің Мансұрым емес. Жоқ. Осылай шокта отырған кезде есік ашылды. Ішінен жұлдыз шашылды. Есікке жалт қараған Аяға. Я, мен бақытыма қол жеткізім. Ал сенші? Сен де солай ғой. Жаным, менің бақытым сен. Ал сенің бақытың мен. Бақытты болайықшы, я. Бұл келген адам Аяның бақыты, махаббаты, сүйгені Мансұр болатын.
Не жыларын, не қуаныштан аспанға секірерін білмей, Ая Мансұрға қарап ұзақ тұрды. Ал Мансұр Аяның қасына келген кезде ашуға берілген Ая оны ұра бастады. Оңбаған, есалаң, ақымақ, оңбаған, сені жек көрем. Ая жерге қайта отыра кетті. Сұлуым, ренжімешең, жек көрем сені, кетші, көрінбеші көзіме. Кетші, өтінем, кет. Ая қатты ашуланды. Тағы да ашуланатын орны бар ғой. Таң атпай жатып жылады да. Ал сосын бөтен адамша алып қашып бақыт тіледі. Зәресін ұшырды. Аяның ашуы да басыла қоймады. Ашуланып Мансұрды ұрды, жылады, тағы жылады. Ақымақ, оңбағансың сен. Мен сені жек көрем. Саған жыным келеді деп Ая жылап. Ал мен сені сүйем жаным, сені ғана сүйем деп Мансұр Аяны құшақтап, маңдайынан сүйіп қайта кешірім сұрай берді.